Қазақстанда балаларға зорлық-зомбылық көрсету өршіп тұр. Әсіресе соңғы уақытта пандемия салдарынан кибербуллинг немесе онлайн қорлау дерегі артқан. Ғаламтордың қысымына тап болғандардың негізгі жасы 11 мен 16 жас аралығындағы балалар. Жалпы кибербуллинг дегеніміз не? Қазақстанда қанша бала әлеуметтік желінің құрбаны болды? Ардана Жарылқасын айтады. Қазақстандық жасөспірімдердің басым бөлігі негізінен отбасында және мектепте психологиялық қысым көреді екен. Біріккен ұлттар ұйымы зерттеу барысында елдегі балалардың 79% сәби күнінен бастап кемсіту мен қорлыққа тап болатынын анықтапты. Ал олардың 12%-ға жуығы онлайн қорлау мен қудалаудан зардап шегеді. Белгісіз топтардың құрбанына айналып, тіпті араларында өз-өзіне қол жұмсайтындары да бар. Сен ақымақсың, сен ұсқынсызсың. Дәл осындай сөздерді әлеуметтік желі арқылы сізге біреу жазып көріп пе еді? Біле жүріңіз, қашықтан жасалатын қылмыстың бұл түрі кибербуллинг деп аталады. Бұл термин көп қолданылмаса да, жасөспірімдер арасында кеңінен таралған қылмыстың түрі осы. Әлемдік статистикаға жүгінсек, адам күніне 6-7 сағат интернетте отырады. Сондықтан бұл кеселдің құрбаны кез келген адам болуы мүмкін. Кибербуллингке тап болғандардың бірі тараздық Бибінұр Мәлік. 11-ші сынып оқушысы 1 жыл бұрын тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін барғандығын айтады. Себебі? 1 жылдың ішінде менің мінезім, қылықтарым барлығы өзгере бастады. Қатты қиналдым. Өзімнен өзім тұңғиыққа бата бастадым десем болады. Ұйықтап жатқан кезімде анам телефонымды көріп қойыпты, ұялы телефонымды. Кейін Instagram желісі арқылы маған жазған пікірлерін бәрін оқыған. Анам да қатты қиналды оны көргеннен кейін. Бірақ барынша маған қолдау білдірді. Кейіннен барып түсіндім, олардың барлығы әшейін сөз екенін. Мұндай қиын жағдайға көбіне қандай адамдар тап болады? Психолог мамандар ғаламтордағы қауіп-қатермен күресте ата-ананың рөлі маңызды. Отбасы мүшелері балаларының телефонда немен айналысатынын жіті бақылауы тиіс дейді. Кибербуллингке мінезі жұмсақ, елдің сөзіне еріп кете беретін жас өспірімдер түсетін болады. Оған, яғни отбасындағы көңіл бөлмеушілік оған әсер етуі мүмкін, және жандағы ортасы әсер етуі мүмкін. Жалпы балаларды ғаламторлық қысымнан қорғайтын заң 21 елде бар екен. Ал Қазақстанда кибербуллингтің құрбандары туралы ешкім статистика жүргізбейді. Бұл мәселе бірнеше жылдан бері көтеріліп келе жатқанымен, олардың құқығын кім қорғайтыны әлі күнге дейін беймәлім күйінде қалып отыр. Ардана Жарылқасын, Асылбек Жолшыбек, Нұрбол Қыстаубек, Тараз 24.